И некоторые почему-то так убедительно пишут, что наш город Державинск – это не город Державинск, а город Кинисары. С какого перепугу вы решили, что это город Кинисары? Никакого принятого решения еще не было. Это было предложение, предложено акимату. Аптасына бір қыз дау шығаратын дәуірге тап болдық. Бірі қазақтың тілін кемсі, енді бірі Мамбет, Калбит деп қазақты қорлап көзге түскен еді. Енді Ақмола облысының мына тұрғыны какой-то Кенесар деп қазақтың қанына тіл тигізді. 2023 жыл тұрғындар қалатын Кенесар деп атау жөнінде мәселе көтергені рас. Жиынға келген 325 адамның жартысынан көбі, дәлірек айтқанда 192 адам қолдаса, қалғандары қарсылық танытқан. Осылайша қала атауын ауыстыру жөніндегі тұрғындар ұсынысы дауға ұласып барып тоқтаған. Так что не нужно писать, что наш Державинск – это Кинисары какой-то непонятный. Державинск – это Державинск. И он официально остается Державинском.